Баршаңызға сәлем. Сіздермен мен Бақдәулет, және бүгінгі видео сабақта сіздермен бірге ұлттық тестілеу орталығының жаңа форматта шығарған 2023 жылғы нұсқасын бірге талдайтын боламыз. Бұл екінші нұсқа. Егер сіз әлі күнге дейін бірінші нұсқаны көрмеген болсаңыз, онда менің ютуб каналыма тіркеліп, ютуб каналымнан бірінші нұсқаны толық көре аласыз. Ал бүгінгі сабақта бұл екінші нұсқаның бірінші бөлімі. Бірінші бөлімде сіздермен бірге 20 сұрақ талдайтын боламыз. Яғни қалған 15 сұрақты сіздермен сәйкесінше екінші бөлімде талдаймыз. Ал және бүгінгі сабақта әр сұраққа өте терең тоқталып, жеке-жеке түсіндіретін боламыз. Сондықтан да ручка мен конспект жазатын дәптерлеріңіз қастарыңызда болсын. Және сондай-ақ ескертетін жайт, нұсқа талдаудан максималды түрде пайда алуларыңыз келсе, онда видео сабақты до конца, соңына дейін, осы видео біткенге дейін көріңіздер. Алдымен сабаққа кіріспес бұрын Telegram және WhatsApp группаға тіркелуді сіздерге кеңес беремін. Себебі не үшін? Өйткені ұлттық бірыңғай тесттен дәл қазір ағылшын тілі бойынша онлайн дайындық курсы менде полностью дайын болды. Яғни осы жаңа лектер ашылған кезде жаңа лектен қалып кетпес үшін және сондай-ақ ұлттық бірыңғай тестке ағылшын тілі бойынша қосымша дайындық материалдарын жіберіп алмас үшін, мысалы идиомалар, не болмаса фразалық етістіктерге байланысты видео сабақтар, PDF форматтағы документтердің барлығы менің осы WhatsApp каналым мен Telegram каналымда жарыққа шығатын болады. Сондықтан да міндетті түрде осы тек сол каналдарда ғана өтетін тікелей прямой эфирлерді жіберіп алмас үшін және менімен бірге осы ұлттық бірыңғай тестке дайындалғыларыңыз келсе, онда осы екі аталған каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен алғаш рет көріп отырған көрермендерім, оқушыларым болса таныса отыралық. Менің есімім Әзімханов Бақдәулет. Мен сондай-ақ Зальцбург университетінің, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің және сондай-ақ Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеттерінің түлегі болып табыламын. Сондай-ақ дәл қазіргі уақытта Хейри Алматы мектебінде мұғалім болып жұмыс жасаймын. 2020-2022 жылдардан бері 300-ден астам, қазір оқушылардың саны 500-ге дейін жетті. Осы 500-ден астам оқушыны ұлттық бірыңғай тестке ағылшын тілі бойынша дайындап шығардым. Жақсы, олай болса, кәне сұрақтарға көшейік. Бірінші сұрақ. Odd one out. Сіздер астында егер көріп тұрған болсаңыздар, таймер бар. Мен таймерді жүргізіп отырамын. Яғни 5 секунд беремін әрбір сұраққа ойлануға, және осында А, В, С, Д нұсқасын біреуін өздеріңіз менімен бірге талқылаңыздар. Жақсы, олай болса, кеттік. Бірінші сұрақтың жауабы қалай болады? Яғни odd one out, уақыт кетті, көріп тұрғандарыңыздай, бұл артық сөзі сызып тастаңыз деген сөз. Қай сөз бізде артық болып табылады деп ойлайсыз? Жалпы, мұнда сіздердің сөз қорларыңыз мол болу керек, яғни сөздердің мағынасын түсіне білулеріңіз керек. Бұл жерде athlete дегеніміз бұл атлет, яғни спортқа қатысушы, спортсмен деп атайды, адам. Prize бұл жүлде, medal бұл медаль, не болмаса төсбелгі, cup бұл шынаяқ дегенде мағынаны білдіреді. Сондай-ақ кубок деген мағынада қолданылады. Сондықтан мұнда жүлде, медаль, кубок бұлар мағыналас сөздерде, мұндағы атлет, не болмаса спортқа қатысушы бұл адам артық сөз болып табылады. Сондықтан да бірінші сұрақтың жауабы А болу керек. Жақсы, келесі екінші сұрақ. Similar meaning of writer. Writer сөзіне мағыналас сөзді табыңыз дейді. Уақыттарыңыз кетті. Так, әлбетте дұрыс жауап болу керек. Author, автор, яғни teacher, мұғалім, singer, әнші, doctor, дәрігер. Мұнда автор және жазушы бір-бірімен мағыналас сөздер. Келесі үшінші сұрақ. Word formation of ambition. Яғни ambition сөзінің қай мұнда төменде келтірілген жұрнақ жалғана алады. Яғни қай жұрнақты ambition сөзіне жалғай аламыз, ал қайсыларын жалғай алмаймыз. Уақыттарыңыз кетті. Дұрыс жауап болу керек. В нұсқасы ambitious. Жалпы осы ambition деген сөзге тек осы OUS жұрнағын ғана жалғай аламыз.
Ambition дегеніміз бұл амбиция. Амбиция бұл адамның алдыға қойған үлкен мақсаты. Ал ambitious дегеніміз сондай мақсатқа ұмтылғыш адам деген сөз. Мен әлі күнге дейін есімде, сіздер секілді ұлттық бірыңғай тестке 11-ші сыныпта дайындалып жүрген кезде мен Queen of Ambition деген осы корейлердің бір өте керемет сериалын көрген болатынмын. Әрдайым осы сериалдағы мұнда басты кейіпкер өте ambitious адам болатын, яғни өзінің мақсатына ұмтылғыш адам болатын. Соған қарап мен мотивация алып, ұлттық бірыңғай тестке күнде шаршасам да өзімді қинап дайындалатын. Сондықтан да егер сіздердің уақыттарыңыз болып жатырса, онда міндетті түрде Queen of Ambition деген киноны тіпті ағылшын тілінде көрсеңіздер деп болады. Иә? Мін жазуы тұр. Енді ambitious деген сөзбен тағы қандай сөздер тіркесіп келуі мүмкін? Ambitious goal, не болмаса ambitious leader. Егер осындай сөз тіркестермен бірге жаттайтын болсаңыз, осындай сөздерді, онда естеріңізде жақсы сақталатын болады. Жақсы. Келесі 4-ші сұрақ. Meaning of fortnight. Fortnight сөзінің мағынасы қандай? Уақыттарыңыз кетті. Fortnight дегеніміз бұл 2 апта деген мағынаны білдіреді. Сондықтан в нұсқасы 2 weeks дұрыс болу керек. 2 years емес, 2 hours болмайды, 2 months болмайды. Жалпы fortnight мұнда экранда көріп тұрғандарыңыздай, бұл Cambridge Dictionary. Менің өте жақсы көретін сөздік сайтым. Осы сайтты өте сіздерде жиі қолдансаңыздар, сіздерге де ағылшын тілі бойынша болашақта өте көп көмегін тигізетініне сенімдімін. Сондықтан да осы сабақ біткеннен кейін Cambridge Dictionary сайтына кіріп, өздеріңіз білмеген сөздердің мағынасын осындай кәдімгі сол сайттан ағылшын тілінде үйреніп өздеріңіздің сөз қорларыңызды дамытсаңыздар болады. Мысалы, қараңыз, fortnight деген не еді? Fortnight noun, зат есімде. Дыбысталу да бар, UK, US және астына не еді? A period of 2 weeks. 2 апта уақыт деген сөз еді. Мысалы, once a fortnight, 2 аптада бір рет деген сөз. Не болмаса a fortnight ago, 2 апта бұрын. Көрдіңіздер ме? 2 weeks ago дегеннен гөрі a fortnight ago деп айтсаңыздар да болады. Бұл жалпы сіздердің ағылшын тілі деңгейлеріңіздің жоғары екенін көрсетеді. Ал енді a definite article the, яғни the артиклі мұнда 4 нұсқаның қайсында қолданылады. Уақыттарыңыз кетті. Так, нұсқасын көрейік. I'd like to have glass of water. Яғни мұнда a glass of water болу керек. A glass of water. Британдық акцентте. Бұл нұсқасын көреміз. She lives in South America. Яғни оңтүстік Америка деген сөз. Бұл оның алдында the артиклі келмейді. He last worked in the USA. Яғни мұнда the артиклі келу керек. Сын нұсқасы бізде дұрыс. They gave me good advice. Advice дегеніміз бұл саналмайтын зат есім. Саналмайтын зат есім алдында ешқандай артикль қойылмау керек. The кей кезде қолданылады, бірақ бұл жерде нақты қандай кеңес екендігі бізге белгілі болмағандықтан артикль қоймасақ болады. Сонда сын нұсқасы бізде дұрыс. Енді бұны тағы қалай жаттасаңыздар да болады. Жалпы бұл Америка құрама штаттары, демек белгілі бір штаттардың жиынтығы. Демек осындай бір жиынтық мемлекеттерді көбінесе the артикльмен қолданмайтамыз. Мысалы, Англияны айтайық. Англия 4 корольдіктің жиынтығынан тұрады. Уэльс, Солтүстік Ирландия, Шотландия, Англия. Бұларды біріккен корольдік деп атайды. Сонда the United Kingdom. Де болмаса біріккен араб әмірліктері. The United Arab Emirates. Демек, қарасаңыздар, осындай біріккен деген мемлекеттердің алдында the артиклі келеді екен. Енді сіздерге экранда көмек ретінде келтіріп кеттім. Мұнда қай мемлекеттердің алдында the артиклі қолданылады. Тіпті осы бетті скриншотқа түсіріп алсаңыздар, артынша жаттасаңыздар болады. Жақсы, келесі 6-шы сұрақ. Irregular plural noun. Уақыттарыңыз кетті. Бұрыс көпше түрдегі зат есім қайсы? Spiders, sheep, tigers or cats. Дұрыс жауап бұл керек. Sheep, в нұсқасы. Енді
irregular plural noun. Бұлардың қандай тізімі бар? Мұнда экранды тағы да скриншотқа түсіріп алсаңыздар болады. Мұнда көрсетілген зат есімдер бұл көпше түрдегі бұрыс зат есімдер. Осыларды жаттап алсаңыздар, ұлттық бірыңғай тестте бұл сұрақтар міндетті түрде келетін болады сіздерге. Жақсы, скриншотқа түсіріп алған шығарсыздар деп ойлаймын. Кеттік, 7-ші сұрақ. Correct variant. Дұрыс нұсқасын табыңыздар. I think he passed his exam. Уақыттарыңыз кетті. Мұндағы 4 нұсқаның қайсы дұрыс болады? I think he does, he is, he will, не болмаса he did. Жалпы, мен онлайн курста үйреткен болатынмын. Оқушыларға I think деп басталатын, яғни бұл болжау, prediction. Яғни I think деп басталатын болжамдарда сіз I will, не болмаса she will деген секілді, не болмаса to be going to құрылымын қолданып сөйлемді ары қарай жалғастыра берсеңіз болады. Демек, бұл жерде дұрыс жауап болу керек. Сын нұсқасы I think he will pass his exam. Жақсы, келесі 8-ші сұрақ. Don't drink plenty of water. He said to me. Қай нұсқа дұрыс болу керек? Яғни reported speech дегеніміз бұл төлеу сөз. Демек, қай төлеу сөз бұл жерде дұрыс? Видео жазып жатырмын екен, көрсеңіз тексеріп. I think it's recording. Просто кейде қорқам farqышым, мен кетем ба деп. Жазылып жатыр сөз. 15 минуттың барлығы бостан босқа зая кетіп қалып жүрмесінші деп бір тістеп қойғаным ғой. Кеттік. Келесі. Бұл сұраққа қалай дұрыс жауап беруге болады? Мұнда don't drink plenty of water бұл бұйрық райы. Бұйрық райды сіздер imperative sentence деп аталасыздар. Не болмаса imperative mood деп атаймыз. Енді ағылшын тілінде imperative sentences қалай өзгереді? Мысалы, егер don't емес жай ғана қарапайым етістіктен басталатын болса, мысалы open the door дейтін болсаңыз, онда ол қалай өзгереді екен? He ordered me to open the door. Бұл өзгереді екен. Ал егер don't арқылы басталатын imperative sentence болса ше, мысалы don't answer the phone болады екен. She told me not to answer the phone. Көрдіңіздер ме? Not to verb 1. Олай болса, әлбетте болады екен бізде he told me not to drink. Демек, сын нұсқасы дұрыс болу керек. Мұнда экранды скриншотқа түсіріп алсаңыздар болады, және дәл осы секілді сұрақтар келсе, онда бірден ойланыңыздар. Imperative sentences in reported speech. Ағай осылай түсіндірді ғой деген секілді. Кеттік. Келесі 9-ші сұрақ. Correct conditional. Дұрыс шартты сөйлемді табыңыз. You, purple, if you, blue and red. Ал, уақыттарыңыз кетті. Мұнда ортадағы if деген сөзге назар аударыңыздар. Егер деген сөз. Purple деген сөз бұл күлгін, яғни мұнда көк және қызыл. Қарапайым. Егер қызыл мен көк түсті араластыратын болсаңыз, онда сізде күлгін түс шығатын болады. Ал қандай да бір түсті алу, қандай да түстің шығуын get етістігін қолданып жеткізуіңізге болады. Ал араластыру деген сөз ол mix. Олай болса, you get purple if you mix blue and red бол керек. Нұсқасы. Дұрыс. Енді сөйлемнің мағынасы қандай? Бұл жалпы заңдылық, расымен ғой. Егер көк пен қызылды араластырсаңыз, онда сізде күлгін түс шығады. Бұл былайша кезде кәдімгі қандай да бір факт. Олай болса, фактты, не болмаса табиғат заңдылықтарын айту үшін сіздер әрдайым zero conditionalды қолдануларыңыз керек. Мысалы, if you leave ice in the sun, it melts. Яғни, егер сіз мұзды күннің көзіне қалдыратын болсаңыз, онда ол ериді. Екеуінде present simple'да қолдану
қажетсіздер. Себебі бұл факт. Яғни zero conditionalстың жасау жолы да дәл солай. Бірінші бөлімде present simple, екінші бөлімде present simple болу керек. 10-шы сұрақ. The right variant. Дұрыс нұсқасы қайсы дейді. He got up early. He to catch the 6 o'clock train. Уақыттарыңыз кетті. Ал кеттік. He got up. Бұл өткен шақта қолданып тұр. Демек, екінші бөлімде бізде сәйкесінше өткен шақта болу керек. Ал өткен шақтағы құрылым қайсы болуы мүмкін? Я was going, не болмаса were going. Бірақ мұнда he есімдігі келгеннен кейін міндетті түрде was болу керек. He was going деп қана айта аласыздар. He were деп мүлдем айта алмайсыздар. Сондықтан нұсқасы дұрыс емес. Кеттік. Жалпы short break, яғни қысқа үзіліс. Сіздердің назарларыңызға, оқушылар, дәл қазір ұлттық бірыңғай тестке ағылшын тілі бойынша менің онлайн дайындық курсыма қатысқан оқушыларымның қандай нәтижелер бар? Солармен сіздермен кішігірім бөліскім келіп отыр, себебі бұл менің оқушыларымның жетістігі, бұл менің жетістігім. Олардың жеңісін мен де сіздермен бірге осы орайда тойлағым келіп отыр. Бұл менің оқушыларымның қаңтар және ақпан ұлттық бірыңғай тесттегі ағылшын тілінен көрсеткен нәтижелері. Мысалы, Лаура қызымыз бізде 38, Диас 42, Сәния 43, Ильяс 42 балл, ағылшын тілінен көріп тұрғандарыңыздай. Тағы да кім бар? Алдияр. Алдияр самый лучший, молодец, бізде 44 балл жинады. Өкінішке орай менде басқа онлайн курстар секілді 45 балл жинаған оқушы пока әлі жоқ. Бірақ мен Алдияр секілді, не болмаса мында Дамир секілді оқушыларым қазір 40-тан асып тұр, ойланбай. Онда міндетті түрде осы нағыз ұлттық бірыңғай тестіде бұл оқушыларым маған 45 баллды алып беретініне мен толық сенімдімін. Аружан бізде 40 балл. Айкөркем 37 балл. 37 баллдың өзі де адам қуанатын, адам қалайтын жоғары балдардың бірі. Сондықтан да егер де сіздерде дәл осы оқушылар секілді жоғары балл жинап менен бірге дәл осындай видеода сіздердің нәтижелеріңізді өзгелермен бөліскенді қалайтын болсаңыз, онда мен онлайн дайындық курсына келіп міндетті түрде интенсивті дайындықты бастаңыздар. Жақсы. Енді өздеріңіз көріп отырғанда экранда онлайн дайындық курсын дәл қазір жазылу жүруде. Оқушылар төлем жасап, қазір барлық онлайн курстарға кәдімгі орындар толып жатыр. Міне экранда өздеріңіз көріп тұрғандай, бұл менің оқушыларымның төлемдері. Сондықтан да сіздерді де мен өзімнің онлайн дайындық курсыма шақырамын. Онлайн дайындық курсы бойынша тағы да кішігірім мәліметті осы сабақтың соңында айтатын боламын. Ал біздің мұнда үзілісіміз аяқталды. Келесі тестке көшейік. 11-ші сұрақ. Quantifiers. There are students participating in the project. Ал кеттік. Уақыттарыңыз кетті. Quantifiers дегеніміз бұл есептік былайша айтқан кезде қандай да бір саналатын зат есім бе, әлде саналмайтын зат есімнің алдында соның я саны не болмаса мөлшерін көрсетуге арналған сөздер, не болмаса сөз тіркестері. Quantifiers дегеніміз. Енді мұнда there are демек көпше түрдегі зат есім осы quantifier келу керек. Енді қараңыздар, students дегеніміз бұл саналатын зат есім. Егер мұнда much-тың орнына many болса дұрыс болу керек. Much саналмайтын зат есімдердің алдында қолданылады. В нұсқасы lot of. Бұл дұрыс болу үшін оның алдында a деген артикль келу керек, не болмаса мұнда lots of болу керек еді. Сондықтан в нұсқасы да дұрыс емес. Енді ясы не болмаса да. Қараңыздар. Мұнда a great deal of дегеніміз бұл саналмайтын зат есімдердің алдында қолданылатын quantifier. Мысалы, a good deal of деп айтуға болады. Немесе a great deal of деп айтуға болады. Бұның мағынасы, балама мағынасы бұл a large amount. Мұнда көріп тұрғандарыңыздай, she spends a good deal of her time in China. Ол уақытының көп бөлігін Қытайда өткізді. Уақыт бізде саналмайтын зат есім. Демек, good deal of, great deal of бұл саналмайтын зат есімнің алдында қолданылатын болғандықтан нұсқасы бізде дұрыс жауап болмайды.
Дұрыс жауап тек болады с нұсқасы a number of. There are a number of students participating in the project. Келесі 12-ші сұрақ. The correct variant. Дұрыс нұсқасын табыңыздар. A, box. Уақыттарыңыз кетті. Яғни сын есімдердің реттілігі. Яғни қалай сын есімдер бір-бірімен кейін орналасады. Яғни бірінші сіздер көлемді айтуыңыз керек пе, бірінші түсті айтуыңыз керек пе, не болмаса бірінші материал айтуыңыз керек пе деген секілді. Мұнда экранда көріп тұрғандарыңыздай adjectives word order. Яғни сын есімдердің реттілік орындары қалай. Бірінші opinion, одан кейін size, age, shape, color, origin, material and purpose. Мысалы, мұнда size, бірінші small деген сөз келіп тұр. Одан кейін color, red, одан кейін бар material, допустим, silk. Дәл сол секілді мына жерде қараңыздар. Small, size, color, red, material, plastic. Демек, нұсқасы бізде дұрыс жауап болу керек. A small red plastic box. Кеттік. 13-ші сұрақ. The sentence with a correct determiner. Ал, кеттік. 13-ші сұрақтың жауабы қайсы болады? Determiner дегендерді анықтай білуіңіз керек. Қандай determinerдер бар? Қандай оларды қалай дұрыс қолдану керек? Міне, бірінші А нұсқасында both деген determiner бар. Енді both my brothers is sportsmen дейді. Бұл А нұсқасы дұрыс емес, себебі both дегеннен кейін міндетті түрде мұнда are келу керек. Мысалы, қай жерде көрсетсек болады? Міне, they were both happy. Олардың екеуі де бақытты болды де they were болып тұр. Демек, мұнда both my brothers are sportsmen болса, мұнда А нұсқасы дұрыс болу керек еді. All of them is happy. Бұл да В нұсқасы дұрыс болмайды. Себебі all of them are happy. Не болмаса all of them want to help you болу керек. Мына жерде S деп жалғай алмайсыздар, не болмаса аны is қылсаңыздар, мұнда бұл қате. Мұнда үстінде қараңыздаршы, all of us are hoping for good news. Бұл Cambridge Dictionary'ден алынған. All of us are hoping. Көріп тұрсыздар ғой, демек, одан кейін міндетті түрде all of ден кейін көпше түрдегі етістіктердің формасы келу керек. Сондықтан is қате. Neither of the brothers play football. Ал енді көреміз. Neither қалай болады екен? Neither Sue nor her sister has been here. Демек, мұнда не болып тұр? Neither nor не болады? Has. Екінші түрдегі. Neither candidate is a good option. Демек, мұнда neither of the brothers plays болса, с нұсқасы дұрыс болушы еді. Бірақ мына жерде play болғандықтан с нұсқасы да қате. Онда дұрыс жауап болады. There are two books, take all of them. Д нұсқасы дұрыс. Кеттік. 14-ші сұрақ. Тағы да бір естеріңізге сала кетеді. Both of them are correct. Each of them is correct болады. Көрдіңіздер ме? Both дегеніміз бұл екі нәрсеге, each дегеніміз ол тек бір нәрсеге ғана бағытталып тұр. Сондықтан да осы бетті даже скриншотқа түсіріп алсаңыздар болады. Себебі determiners нағыз ұлттық бірыңғай тестте келетін ең жиі келетін грамматикалық тақырыптардың бірі. Кеттік. 14-ші сұрақ. Possessive pronoun. Уақыттарыңыз кетті. Яғни тәуелділік есімдігі қайсы? Дұрыс жауап болу керек. Тәуелділік есімдіктер қандай? Mine, yours, his, hers, ours, yours, theirs. Демек, дұрыс жауап болу керек. Mine. 15-ші сұрақ. Correct reporting verb. Shall I carry the bags? He said. Ал кеттік. Яғни, мұндағы сөйлемнің жалпы shall I деп басталатын сөйлем.
қандай мағынада қолданады? Apologize, кешірім сұрау. Complain, жаловаться ету, иә? Offer, ұсыныс. Suggest, бұл да ұсыныс, бірақ suggest деген нәрсе бұл көбінесе бірігіп жұмыс жасау. Бірігіп. Бұны мен ұлттық бірыңғай тестке онлайн дайындық курсында түсіндірген болатынмын. Жалпы, бұл жерде shall I деп басталатын болса сөйлем, онда бұл offer болады. Ал егер shall we болатын болса, онда ол suggest болады. Сондықтан да дұрыс жауап болу керек мұнда сын нұсқасы. Offer. Біреуге ұсыну, иә? Сенің сөмкелеріңді алып барайын ба дейді, көтеріп берейін бе деген секілді. Жақсы. Алдымен 16 сұраққа кіріспес бұрын, алдыңғы осы бізде бірінші нұсқаның 15 сұрағын талдауды мен ұмытып кеткен екенмін. Енді осы жерде тағы сіздермен бірге талқылап жіберейін. Correct verb for the construction. Somebody plus to plus infinitive. Яғни мұндағы формаға сәйкес келетін етістік қайсы? А, В, С, Д. Үшеуін салыстырып көріңіздер, қайсы дұрыс болу керек? Agree, demand, advise, не болмаса suggest. Бұл шамалы күрделі сұрақ. Және көпшіліктеріңіз бұдан қате жіберулеріңіз мүмкін. Дұрыс жауап болу керек, біртіндеп талқылайық, сол кезде түсінікті болады. Мұны қараңыздар. Мұнда somebody to infinitive, бұл сіздерден нені сұрап тұр? Мысалы, I want you to watch this film. Яғни, you to watch, міне, дәл осы құрылым. Осы құрылымға сәйкес келуші етістік қайсы деп тұр? Мұны want деген етістік сәйкес келді деген. Супер. Бірақ want деген етістік жаңағы 4 нұсқаның ішінде жоқ. Agree деген етістік бар. Бірақ agree деген кейін міндетті түрде with деген демеулік керек. Не болмаса I agree that бол керек. Мысалы мен I agree you to watch this film деп ешқашан айта алмаймын. Бұл грамматикалық тұрғыда қате, сондықтан agree етістігін дұрыс жауап ретінде қарастыра алмаймыз. Demand етістігін қараңыздар. I demand you turn off the videotape. Демек, demand етістігінен кейін you келіп тұр, бірақ to келмейді екен, көрдіңіздер ме? Turn. Сонда мұнда demand етістігі де келмейді. Не болмаса I demand that you stay here деп қана айта аламыз. I demand you to turn off дейтін болсаңыздар, ол қате. Келесі, advice етістігі. My doctor advised me to take the medication regularly. Демек, қараңыздар, advice одан кейін me to, сосын infinitive. Келеді ме? Мұна біздің іздеген жауап осы, advice етістігі. Ал suggest деген екен, I suggest you move. Мұна сөйлемді оқыңыздар, өте қызық сөйлем. If you are in the way of my goals and dreams, I suggest you move. Егер сен менің мақсаттарым мен армандарымның жолында тұратын болсаң, онда мен саған жылжуға, көшіп кетуге кеңес беремін. Не болса, ұсыныс беремін дейді. I suggest you. Ал advice дегеніміз бұл да кеңес беру, бірақ advise someone to do something деп айта аласыздар. Сондықтан дұрыс жауап болу керек 15 сұрақта сын нұсқасы. Жаттап алыңыздар. Именно осы сұрақ нағыз ұлттық бірыңғай тестте келуі мүмкін. Ең қиын сұрақтардың бірі. 16 сұрақ. The form of zero conditional. Нөлінші шартты сөйлемнің формасы қандай? Өте қарапайым. Жаңа сабақта мен сіздерге түсіндіріп кеттім бұнда. Дұрыс жауап болу керек. Present simple, present simple. В нұсқасы. Past perfect would have verb 3 or verb ed. Бұл болу керек бізде third conditional. Past simple would бұл second conditional. Present simple, future simple бұл first conditional. Zero conditional, present simple, present simple. Кеттік. 17 сұрақ. Model for prohibition. Ал кеттік. Prohibition деген сөздің мағынасын түсініп алыңыздар. Бірінші. Prohibition бұл экранда көріп тұрғандарыңыздай запрет, яғни біреуге тыйым салу. Мысалы, a prohibition against. Болмаса absolute prohibition of torture. Қандай да бір нәрсеге
толықтай тыйым салып тастау. Torture дегеніміз біреуді қинау, яғни қинауға мүлдем тыйым салу деген сөз. Яғни тыйым салу мағынасын беретін модаль етістік қайсы 17-ші сұрақта? Have to, must, mustn't, не болмаса should. Model of prohibition бұл must not, не болмаса mustn't бол керек. You mustn't wait here. Экранда көріп тұрсыздар, mustn't prohibition. You can't do something. It's necessary that you don't do it. Демек, дұрыс жауап бол керек. С нұсқасы. Model of prohibition is mustn't. Ал model of obligation is must. External obligation, have to. No obligation, don't have to. Окей? Кеттік, 18-ші сұрақ. Correct tense, яғни мұндағы жирныймен белгіленген сөз етістіктің қай жағы? We will have returned from the museum by 8 p.m. Уақыт кетті. Шамалы ойлағыңыздар. Тағы да осы жерде бір қызық факт. Ағылшын тілінің произношениесі, яғни дыбысталу жолында will have returned деп native speakerлер айтпайды. Олар айтады will have returned. We will have returned. Яғни мұнда have-ті v қылып дыбыстайды. Сонда we will have returned from the museum by 8 p.m. Will have returned. Енді will have returned, will have returned. Бұл future perfect жағы бол керек. Future perfect жағының формуласы subject, will, have, одан кейін бар verb 3, не болмаса verb ed бол керек. Жақсы. 19-ші сұрақ, предпоследний сұрақ. The correct variant. Дұрыс нұсқасын табыңыз. Was a warm spring day. Уақыттарыңыз кетті. Ал кеттік. А нұсқасынан көрейік. It is, it was a warm spring day. А нұсқасы келмейді. Бұл апострофпен келіп тұрғаннан кейін, я бұл жерде is болуы мүмкін. Не болмаса was'ның өзі болуы мүмкін. Сондықтан а нұсқасы келмейді. It is was деп айта алмайсыздар. Қатарынан екі to be етістігі келмейді. It was a warm spring day деп айта аламыз ба? Иә. Нұсқасын көрейік. This was a warm spring day. Жоқ. This бұл present simple да. Не болса present continuous жағында қолдануға болады. Бірақ өткен шақта past simple да. Не болмаса past continuous. Өткен шақтың кез келген шағында this-тің орнына that қолданылу керек. Нұсқасы it's мүлдем келмейді. It was деп айта алмайсыздар. В нұсқасы дұрыс. Кеттік. 20-ші сұрақ. Second conditional is. Уақыттарыңыз кетті. Екінші шарт сөйлем нені білдіреді? Яғни екінші шарт сөйлемнің ережесі қандай? Мұнда экранды көріңіздер. Не еді? Use the second conditional to talk about present or future hypothetical or unreal situations. Демек, unreal, imaginary situation in the present, future or advice. Yeah, нұсқасы дұрыс. Real situation likely to happen in the present or future. Бұл first conditional. General truth or scientific fact бұл zero conditional. Ал imaginary situation in the past бұл third conditional болады. Жалпы осы бетті де скриншотқа түсіріп, ереже ретінде жаттап алсаңыздар болады. Жалпы бұл бүгінгі сабақтың соңы. That is the end, but hold on a minute. 1 минутқа күтіңіздер. Себебі дәл қазір сіздерге кішігірім announcement, онлайн дайындық курсы бойынша. Негізгі курсын бағасы 30 000 теңге, бірақ дәл қазір уақытта курсқа 24 000 теңгеге жеңілдік жүріп жатыр. Егер осы жеңілдікпен жазылып үлгергілеріңіз келсе, онда маған міндетті түрде WhatsApp-қа жазып қалдырыңыздар. Бұл онлайн дайындық курсы барлықтарыңызға қолжетімді болу үшін жеңілдік жасалып тұр, және сондай-ақ екінші тағы да сіздерге менің тарапымнан көмек, бұл курсты 2 бөліп төлей аласыздар. Яғни 12 000 теңгеден ай сайын 24 000 теңге курс 2 ай болады. Курса максимум бізде 25 қана адам қатыса алады. Экранда өздеріңіз көріп тұрғандай,
дәл қазір бізге төлем жасап қатысып жатырғандар өте көп, орындар топ қалмай тұрғанда маған міндетті түрде WhatsApp-қа жазып қалдырыңыздар. Ал онлайн дайындық курсы бойынша толық ақпаратты біліп, курсқа төлем жасағыларыңыз келсе, онда экранда көрсетілген 8705 347 9157 номеріне ұлттық бірыңғай тест онлайн дайындық курсы бойынша деп жазып қалдырыңыздар. Жалпы сабақтың соңына дейін көргендеріңіз үшін сіздерге көп рахмет. Олай болса, мен сіздерді осы ұлттық бірыңғай тестке онлайн дайындық курсында күтетін боламын. Не болмаса, келесі менің осы ұлттық тестілеу орталығының екінші нұсқасының екінші бөлімінде күтемін.